Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте оңай дайындалатын пахлаваны рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де мен парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепті описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен сары майымызды үккіштің үлкен көзінен салқын күйінде ұнға ауната отырып өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін қолымызбен, ұнымызбен сары майымызды жақсылап араластырамыз. Енді осыған 1 шай қасық қопсытқышымызды толтырып қосамыз. Және де араластырып жібереміз. Енді осыған 25%-ық қаймағымызды қосып, үстінен 3 жұмыртқаның сары уызын қосып, қасығымызбен араластырып, одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін таза салафанымызға салып тоңазытқышқа 30 минутқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Осындай ұсақталған жаңғағымызға құмышкерімізді қосып, одан кейін 2 жұмыртқамыздың ақ уызын қосып, араластырып бөлек алып қоямыз. Негізі жаңғағымызды блендермен немесе пышақпен ұсақтасаңыздар бола береді. Дайын болған қамырымызды осындай 4 бөлікке бөліп аламыз. Мен таразының көмегімен 4 бөлікке бөліп алдым. Одан кейін қамырымызды дөңгелек немесе 4 бұрышты етіп, шұқа қып шайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін осындай формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайып қоямыз. Оның үстіне салмамызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан кейін үстіне екінші қамырымызды жайып төсеп аламыз. Артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Үстіне тағы салмамызды біркелкі етіп жағып, солай барлығын қайталап шығамыз. Менде 4 қабат қамыр шықты. Қамырымыздың бәрін жайып, ішіне салмамызды салып болғаннан кейін шеттерін осылай басып шығамыз. Немесе шеттерін түйіп шықсаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді осылай біркелкі етіп кесіп аламыз. Бәрін кесіп болғаннан кейін жұмыртқаның сары уызын алып, жағып шығамыз. Енді бүтін жаңғақтарымызды осындай кесілген әрбір оңбектің үстіне қойып шығамыз. Енді пахлаваны 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Және де пахлава пісуге 10 минут қалғанда араларына сұйық балды құйып жүрсеңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Пахлава өте дәмді әрі керемет болып шығады. Және де барлығыңызға жасауға кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса арнама тіркеліп, видео лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.